Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» шығармасының қысқаша мазмұнын ұсынбақпын сіздерге. Оқиға жалпы екі ғашықтың бір-біріне жете алмаған екі ғашықтың қайғылы тағдыры жайлы баяндалады. Шығарманың басты кейіпкерлері бұл Шұға және Шұғаға ғашық болған жігіт Әбдірахман, және бұл оқиғаны бізге баяндап жеткізіп отырған Қасымжан деген жігіт. Енді оқиға осы екі салт аттының жүріп келе жатқанымен басталады. Екі салт атты келе жатады жолда, және де олар бір-бірімен сөйлесетін ортақ әңгіме таба алмайды. Содан бір кезде екінші жанындағы жолдасы сұрайды: мен неге кішкене біздің баратын жерімізге жақын қалды ма, жол қысқарайын деді ме деген сұрақ қойған кезде, ол қазір бізде өзен шығады алдымыздан, өзеннен кейін Шұғаның белгісі көрінеді. Шұғаның белгісінен кейін кішкене жүрсек біз өзіміздің жететін жолымызға жақындаймыз дейді. Сонда жаңағы кісі қандай сөз бастарын білмей келе жатқаннан кейін: Шұғаның белгісі дейсіз бе? Бұл не үшін Шұғаның белгісі? Ол неге олай аталды? деген сауалды береді. Сонда жол қысқарсын, мен саған әңгіме айта отырайын деп Шұға жайлы айта кетеді. Бұл оқиға Шұғаның белгісі 1914-15 жылдары кітап болып жарыққа шыққан. Жалпы Есімбек деген кісінің Шұға деген жалғыз қызы және 4 ұлы болады. Бұл осы Шұғаның белгісі аталған жер, бұл кейін Шұғаның белгісі атанған. Оған дейін ол Тарғыл өгіз сойған деп аталған болатын. Жалпы Шұғаның әкесі Есімбек бұл Беркінбайдың әкесінің нағашысы болып келеді, және Беркінбай өзі ілгеріде әулетті, дәулетті кісі болған. Бірақ осы билікке таласып, билік иесі болыс боламын деп барлық малынан айырылып, қазір кішкене жағдайы төмендеп қалған жайы бар. Есімбек өзі дәулетті, бай кісі болады, және оның өте әдемі, аққұба деп бейнеленеді. Шұға өте сұлу, көрікті қызы және 4 ұлы болады. Осы Шұғаға бүкіл ауылдың және көрші ауылдың жігіттерінің барлығы ғашық болады. Бірақ Шұға ешкімнің хатына жауап қайтармайды, ешкіммен сөйлеспейді, ешкімге ыңғай білдірмейді. Содан бір күні мен Шұғаның ауылына бардым дейді. Менің жолдасым, яғни досым Базарбай деген жігіт, ол Шұғалардың ауылында қой бағушы еді дейді. Сол себеппен мен де қайта-қайта барып, сол Шұғаның үйінде жүруші едім дейді. Шұғаның Зайкүл деген жеңгесі болады, ең кішкентай жеңгесі. Ол Зайкүлдің күйеуі Ыбырай өте момын жігіт болады, және Зайкүл басында ол жігітті ұнатпайды, тұрмысқа шыққысы келмей, өзінің Сейіт деген жігітті ұнатады да, сол жігітке тұрмысқа шыққысы келіп жүргенін естіп, оны Қасым жаңағы болыс Құрман деген Есімбектің құдасы болады да, сол сыбысы шыға бастағаннан ұлына ұзатып жібереді Есімбекке. Және де бұл Зайкүлге неге тоқталып отырмыз? Өйткені оқиғаны баяндап отырған Қасымжан мен Зайкүлдің арасында кішкене махаббат оқиғасы орын алады. Зайкүл күйеуінің момындығын пайдаланады. Бірақ Зайкүл өте сұлу, әдемі, көрікті, оған лайық жар кездеспеді деп баяндалады оқиғада. Бірақ мінезі кішкене жеңілтектеу болады. Бұл Шұғаның жеңгесі, екеуі ылғи да бірге жүріп, бірге тұратын болады. Содан Есімбектің ауылға көшіп келгенін естіп, жаңағы барлығы сол жерге барады. Мен де бардым дейді оқиғаны баяндап отырған жігіт. Сөйтіп сол жерге барып, барлық ет тоқты сойылып, қазанға салынып, ет асылып жатыр екен. Сол жерде мен Шұғаны көріп,
бір ауыз тіл қата алмай Шұғаға ұзақ қарап қалдым дейді. Өте сұлу болып кеткен, үстіне қызыл камзол киіп алған, ол ажарына ажар қосқандай болып тұр дейді. Және кеуделеріне жаңағы түйреуіштермен безетіп, әдемілеп, өзін өте сәндеп алған деп бейнелейді. Және Шұға сәлеметсіз бе деп амандасып, оған келіңіз деп ілтипатын көрсеткенде бір ауыз сөз сөйлей алмай біраз тұрып қалады. Бұл оқиға болып жатқан уақытта Қасымжан 20 жас шамасында, ал Шұға 16 жасар қыз болады. Сөйтіп сол көпшілік жиналып жатқан жерге Әбдірахман келеді. Әбдірахманды көріп Шұға бұл жігіттер кім болды деп сұрайды. Әбдірахман орысшалау киінген жігіт болады. Сөйтіп, бұл Әбдірахман ғой, Қазақбайдың баласы дейді. Сол кезде әлгі учитель ме дейді. Я деп сөйтіп есіктің кірген жерде болатын қоңырауының сыңғырлағанынан Қасымжан Шұғаның Әбдірахманға ұрланып қарап тұрғанын байқайды. Содан ол жерде ешқандай екеуі тіл қатысып сөйлеспейді. Әбдірахман ішке кіреді, бірақ Шұғаның әкесі Есімбек Әбдірахманды онша жарата қоймайды. Мұғалім келіпті ғой деген сияқты кішкене оны жақтырмайтынын білдіреді. Оның себебі де бар еді, өйткені Әбдірахманның ауылының тұрғындары астықты қымбат алайын деп жатқан жерінен Әбдірахман астықты қазір алуға тырыспаңыздар, астық алынсын, барлық жиналсын, баға түседі, сол кезде аласыздар деп Есімбектен астық алуға, қымбат алуына рұқсат бермей қояды. Сол себепті Есімбек кішкене Әбдірахманға ренжіп қалғаны бар еді. Сол себепті ол кішкене сөзімен түйреп өтеді. Сөйтіп Әбдірахман кіргеннен кейін Әбдірахманға айтады: сен елің қалай, қыстан қиналмай шықты ма деп сұрайды Әбдірахманнан. Я, жақсы, барлығы шүкір деп жауап береді Әбдірахман. Содан ары қарай әңгімені өрбітпей, әңгіме сол жерден тоқтайды. Ас ішіледі, барлығы тарқасады. Содан барлығы үйіне тарқасқаннан кейін Қасымжан да үйіне қайтады. Кейін ол жаңағы Әбдірахманмен бірге отырып, екеуі әңгіме дүкен құрып отырған кезде Әбдірахманнан сұрайды: Шұғаны көрдің бе? Шұға қандай екен дейді. Сонда Шұға десе Шұға екен ғой шіркін, бірақ тіл қатыса алмадым, көз көрген сырттай көргенмен тіл қатыса алмадым ғой деп айтады. Сонда бүгін кешке Алтыбақан тебеміз, Алтыбақан тебуге барайық, жүр деп кімді? Әбдірахманды ерте барады. Сен оны қайдан білдің дегенде, мен Зайкүлден сұрадым, бүгін Алтыбақан тебеміз деп айтты дейді. Сонымен екеуі кешке аттанып Алтыбақан тебілетін жаққа қарай жүріп бара жатқан кезде алдынан гүбір-гүбір етіп сөйлесіп жатқан адамдардың даусын естиді. Сөйтіп, бұл кім еді деп естігенде, бұл Айнабайдың қызы Күлзипа мен оның жеңгесі Маржанбике екен. Сол жерде екеуінің әңгімесі күлісіп жатқанын естіп, Әбдірахман өзін шетке тартады. Оның себебі Айнабайдың қызы Күлзипаны ешкімге атастырмаған осы уақытқа дейін. Ол жаңағы Айнабай өзіне күйеулікке болады деп Әбдірахманды тұспалдап жүрген болатын. Және оны көрген ауылдың жеңгелері барлығы Әбдірахманды көрген жерде күйеу деп тисе беруші еді. Бір күні Әбдірахманның әкесінің үйінде малына беретін жемшөбі таусылады да, сонымен сатылатын жемшөп іздеп шыққанда Айнабай үйіне кіргізіп, екі қазыны бөлмей бүтіндей салып, жаңағы кімді күтіп жібереді? Кімнің? Әбдірахманның әкесін. Сөйтіп тегін жемшөп беріп шығарып салған екен. Сол ілтипатын көріп Әбдірахманның әкесі баласына келіп, осы Айнабайдың қызы Күлзипаға үйлен деп айтқанда, Әбдірахман оны жарата қоймайды. Сол себепті Күлзипа өзі ұялып, қысылып тұрады. Сөйтіп жаңағы Маржанбике келіп: әй, мыналарды мен келе жатқан ат па, мал ма десем, бұлар адам екен ғой, қалайсыңдар деп келіп амандасады. Сонда: бұл бөтен емес, өзіміздің күйеу екен ғой дейді. Бұның айтқанын Әбдірахман жарата қоймайды. Сонымен ол жерде көп аялдамай екеуі Алтыбақан теуіп жатқан жерге барады. Барғаннан кейін Әбдірахман сол жерде барған кезде Шұға
Шұға сол жерде алтыбақан теуіп тұрған екен. Әбдірахманның көзі бірден Шұғаға түседі. Содан Әбдірахман ол жерде өте өзі білімді, ақылды, кедейдің баласы болса да, өз күшімен оқып, мектепті бітіріп, күндіз қой бағып, кешке білім алып жүріп, мектепті өзінің ықыласымен бітіріп алған өте ақылды жігіт болады. Және оны ауылына өзінің песірі етіп шақырады, бармайды. Ол өзі еркімен көрші ауылдағы мектепте оқушыларға сабақ беретін мұғалімдікті таңдап, жалпы мұғалім болып жүрген жігіт болады. Сөйтіп сол жерде домбыраны әкеліңдерші, мен бір ән салайын деп, бірінен соң бірін әндерді өте әдемілеп тұрып шырқай бастайды. Сол кезде жатып қалған кемпірлердің өзі көйлектерін иықтарына жамылып келіп, Әбдірахманның өлеңін үйіп тыңдап, барлығы сол жерде біраз отырады. Ойын сауық біткеннен кейін барлығы шет-шетінен тарқай бастайды. Және ол жерде тек қана Шұға және Зайкүл, Қасымжан және Әбдірахман қалып қояды. Содан Қасымжан Зайкүлді шетке алып барып, екеуі шетте сөйлесіп тұрған кезде Әбдірахман Шұғаның жанына барып, кішкене сөйлесіп келеді, бірақ тез қайтады Шұғаның жанынан, және қабағы түйіліп, кішкене ренжіп келеді. Сонда Қасымжан Әбдірахманнан не болды, неге қабағың түйіңкі деп сұрағанда, мен Шұғаның теңі емеспін ау сірә, осы менің кедейлігім менің басыма бәле болатын секілді дейді. Неге олай дедің, неге олай деп жатырсың деп сұрағанда, Шұғаның айтуы бойынша, сенің жаңаға мені алатын қалың малың жетпейді ғой маған, менің әкем саған мені сірә бере қоймас деп несін білдірмейді деп ренжиді. Сонда Қасымжан, қыз саған бірден көре салсымен, мен жаңа сендік боламын деп саған бірден берілмейді ғой. Мен Зайкүлден сұрадым, ол қайта-қайта Әбдірахман деп айтып жатыр деп, Шұғаның саған деген қызығушылығы бар деп білдіреді. Содан қайта-қайта екеуі жолға бастайды. Шұға мен Әбдірахман бір-біріне өте қатты ғашық болады. Сол арада бұл әңгіме Айнабайдың құлағына жетеді. Күлзипа жылайды, менің күйеу жігітім басқа біреуді ұнатып қалды деп. Сол Айнабай не істерін білмейді, Есімбекке, сенің қызың осы орыс шоқындырған Әбдірахманды жақсы көріп қалыпты, екеуінің арасында бірдеңе бар, сенің қызың сонымен бірге қашып кеткелі жатыр деп, Есімбектің құлағына барып осындай әңгіме жеткізеді. Содан Есімбектің 4 ұлы, Есімбек барлығы Шұға мен Әбдірахманның кездеспеуі үшін жасалатын барлық жағдайды жасайды. Содан Әбдірахман Шұғаға хат жазады да, кімнен беріп жібереді, Базарбай деген қойшыдан беріп жібереді. Содан Шұға Әбдірахманға жазып жібереді, мен сені жақсы көремін, бірақ мен әке-шешемнің бетіне салық аяқ басып, сенімен қашып кете алмаймын, біз бір-бірімізді жақсы көргенімізбен, біз бір-бірімізбен қосыла алмайтын сияқтымыз сірә деген секілді өлеңмен жауап береді. Сөйтіп сол өлеңді оқығаннан кейін ол қатты жаңағы ренжиді. Сөйтіп Айнабай оның Есімбекке айтқанымен қоймай, неге жаңағы ары жазады Әбдірахманның үстінен. Ол ақша жинап, арабтарға ақша жинап берейін деп жатыр деген секілді ақпарат беріледі. Содан бір күні приказнойлар келіп, Әбдірахманды алып кетуге келеді. 2 атты кісі, біреуі орыс, біреуі қазақ. Содан Қасымжан, мен де сенімен бірге барамын деп екеуі бірге кетіп бара жатқанда, Есімбектің үйінің төбесінен өтеді. Сол кезде өтіп бара жатқанда, 2 көзі Есімбектің үйінде Шұғаны көріп қалар ма екенмін деген үмітпен қарап отырады. Сөйтіп өтіп барып
өтіп кеткен жерде алдынан екі әйел келе жатады, оның бірі Зайкүл, бірі Шыға болады. Оны көріп өте қатты қуанып, Әбдірахман аттан секіріп түсіп жүгіріп барады. Мына жақта Қасымжан құшақта сүй деп отырғанымен Әбдірахман өзін ұстай біледі, өйткені ауыл адамдары қарап тұрғанын байқап, Шығаға мені осылай алып кетіп бара жатыр, білмеймін, мүмкін тұтқындайды ма, ол жағынан хабарым жоқ, бірақ қош сәулем, қош деп Шығамен қоштасып кете барады. Шыға көзінен жасы, ыстық жасы тамып, қош сау бол деген күйінде ол үйіне кетеді. Шыға жаңағы Әбдірахман губернатордың алдына барады. Содан Шыға үйіне келгеннен кейін кішкене ауырып, мазасы болмай жүреді. Сөйтіп қатты төсек тартып жатып қалады. Оның тұруға, өмір сүруге, жазылуға деген ешқандай талпынысы болмайды. Өйткені мен қазір ауырып жатқандықтан әкем мені аяп, барлық достарыммен кездесуге рұқсат беріп жатқанымен, ертең мен қайтадан жазылып көзге көріне бастасам, ол қайтадан мені Әбдірахманмен бірге болуыма тыйым салып тастайды деп, оның өмір сүруге деген ешқандай, жазылуға деген құлшынысы болмайды. Тамақ дәм татудан мүлдем бас тартады, ешқандай дәм татпай қояды. Бұл уақытта Әбдірахман губернатор жақтан кеткен жағынан келмейді. Басқа ешқандай шарасы қалмаған Есімбек губернаторға өтініш жасайды. Әбдірахманды босата ғой, оған жағылған айыптың барлығы жала деп Әбдірахманды қайтарып алады. Сөйтіп Әбдірахман қайтып келеді. Ол келемін дегенше бір жағдайын сұрап қайтайын деп Қасымжан Шығаның жанына барғанда, реңі солғын, өте әлсіз болып жатқан Шығаны көреді. Сөйтіп Шыға, сен әлі жазыласың, реңің таза, әлі сендер Әбдірахман екеуің бақытты боласыңдар деген кезде Шыға, жоқ, менің бұған көзім жетпейді. Менің осылай ауырып жатқандықтан ғана мені аяп, Әбдірахманды әкелуге талпынып жатыр әкем. Ал егер мен ертең аяқтан тұрып өмірімді арғарай сүріп кететін болсам, менің әкем Әбдірахманмен менің бірге бақытты болуыма қоймайды деп солқ-солқ жылайды. Содан Әбдірахманның шықты дегенін естіп, жүгіріп Қасымжан Әбдірахманның үйіне барады. Бірақ Әбдірахманды көріп қуанып, бірақ бір жағынан Шығаның ауырып жатқанын көріп қайғырып тұрған болады. Сөйтіп Әбдірахманды алып, жүр екеуміз Шығаға барып жағдайын сұрап қайтайық деп үйіне барғанда, Шығаның үйінде өте адам көп болды. Сөйтіп бұл жақта не болып жатыр, неге бұлардың барлығы бұл жаққа жиналып қалған деп таң қалып келіп, екеуі ортаға қосылғанда, иманды болсын, Шыға десе Шыға еді-ау, жас кетті ғой деген сөздерді естіп, қатты таң қалады. Сол сәтте Шығаның жаны үзілген екен. Содан жалғыз қызынан айырылып, әкесі қатты қайғырады да, бұл елден көшіп кетеді. Сөйтіп жаңағы Шығаның белгісі деп тұрған жерге жайлауға барып сол жаққа отырады. Сөйтіп сол жерге Шығаның белгісі болсын деп белгі қойдырады екен. Содан бұл оқиғамыз трагедиямен аяқталады. Екі жас бір-бірімен қосыла алмайды. Шығаның сүйгеніне жете алмай, махаббаттан құса болып, ауырып, дүниеден өтуі баяндалады. Ал менің сіздерге айтып берген Шығаның белгісі шығармасы ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Және жоғарыда тұрған подписаться батырмасын басуды да ұмытпаймыз.